Былтыр құрбан айт оқығандар, биыл құрбан айтқа жете алмай қалғандарымыз бар. Құдай Тағалам сол осы айтқа жете алмай өткендерін мұсылмандарымызға рахметін алсын. Енді құрбан айт деген мұсылмандардың ең үлкен мейрамы. Бұл құрбандық деген сөз Аллаға жақындау деген мағына береді. Яғни осы айтта біз тағы да Алла Тағалаға ерекше жақындап, шүкірімізді айтып, айт намазына қатысып, құрбандығымыз шалып, Құдайдан үлкен күнәларымыздың кешірілуін, жақсылықтарға жетуімізге, екі дүние жақсылығына жетуіне себеп болатын бір керемет жақсы күндеріміз келе жатыр. Егер кімде-кім құрбан айтта Алла разылығы үшін құрбандық шаламын дейтін болса, Алла оған сол несібесін беріп, құрбандық шалуына жеткізеді, шалдырады Алла Тағала сол ниетіне қарай. Екінші мәселе, бұл құрбанға жеткенімізге шүкір айтып, мал шалған кезде сондай Құдайдан жақсылық күтеміз. Тек қана ол құрбандықтың етін өзі отбасымызбен ғана емес, шынында да қиналып отырған отбасылар бар, асыраушысынан айырылып қалған отбасылар бар, одан кейін оқып жатқан шәкірттер бар, студенттер бар дегендей. Сондай кісілермен құрбандығымызды бөлісетін болса қандай керемет. Біріншіден, құрбандық шалуға жеткізген Аллаға шүкіршілігіміз болады. Ал құрбандық шалуға жете алмай жатқан қанша отбасылар бар. Солар ішінен таңдап бізді құрбандық шалатын жақсылыққа жеткізген екен. Сондай ризық несібе берген екен. Енді қазақта әдемі сөз бар: өзін ғана ойлаған надандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі. Бар жоғына қарамас анық жомарт ер кісі, жасыл көмді сыйлаған даналықтың белгісі. Өзіміз ғана тойып ішіп жеп 2-3 күнде жүрместен, сондай бір отбасыларды іздеп тауып, сондай оқып жатқан жерлер болса, білім алып жатқан жерлер болса, сондай жерлер шәкірттермен бөлісетін болсақ, Құдай Тағалам одан да үлкен разы болатыны белгілі. Алла разы болсын, айтқа аман-есен жетуге нәсіп етсін, бүкіл мұсылмандардың шалып жатқан құрбандығын қабыл етсін. Жалпы құрбан айтта аш адам қалмау керек. Құрбан айттың кезінде тамақсыз, дастархансыз қалатын болса, сол елді мекеннің ер азаматтары жауапты болып қалады екен. Әрбір ауыл сол өзінің имамдарымен ақылдасып бірлесіп, сол ауылдағы шынымен қиналып отырған отбасылар болса, анықтап, құрбандығын бірлесіп отырып, ақылдасып отырып бөлетін болса, сонда бірде-бір үй қиналып жатқан үй болатын болса, бірде-бір үй қалып кетпейді. Бәрі де құрбан айтта дастарханы еті, сорпасы болып, бала-шағасы тоқ болып, бір әдемі айт намазын өткізуге, бір әдемі айт өткізуді Алла Тағалам бәрімізге нәсіп еткен болсын.